Lekin dostlar, sizlerмен birge saçan kezdik. Dostlar, bugün bizler men özüm men enem жоқ. Dostlar, bugün bizler Тяшканы Free Fire'ga қалай істеу керек екенін үйрететін боламын. Бірінші, біздер достар Google келтіретін боламыз. Google-де сразу поиск етіп кетеміз. Поиск кіреміз де Free Fire'da sonrası для тяжких Free Fire настройки чувствуешь наблюдение видим зеркало болған кімейміз сіздер сақырып барып қазір что настройка для тяжких Free Fire. Короче, мен жерден мына көмектеспейді деп ойлаймын. Бізге бірінші мінекей. Мен білетінім осы. Мінекей. Осыны достар, осыны жазасыздар. Тап осыны Google-ге. Осыны скачать етіп аласыздар. Енді скачать етіп алғаннан кейін түсіріп алғаннан кейін жазып алғаннан кейін бірден осыған кіреміз. Бізде короче бәрі бүйтіп ауысып тұрады, басқа өйстіп бірінші мобильдің басқа бітіңіп тұрады. Мобильді тауып көріп мінеки бірінші біздер мұнаға кіреміз. Сезімге толы қайда қалды сол күнде бұл жерде стоп сервис дейтін емес, жалпы старт сервис деп тұрады. Соның сіздер менде ол қосылып тұр. Осындай кейбір нелерде мынандай басқа кнопка басады, андай төмен шығатын нені басады, кейбіреуіне осындай 3 точка тұрады. Осыны істегеннен кейін 5 минуттан кейін Free Fire'ға кіресіздер де Тяшканы істеп үйренуге керек, сондай стилін күшті. Сіздермен болған Free Fire арнасы сау болыңыздар.